Ануарбек Дүйсенбиев Сараңдық. Ертеде, ешкі құйрығы келтеде, болған екен бір сараң, бастайын мен ертегі. Қанша малы болса да, басқа дәулет қонса да, көл дария байлыққа көз тоймапты оншама. Кедемін деп зарлады, бай беру арманы, бар өмірін ниетін бір байлыққа арнады. Әулие ел ақтаған, бірде үйіне тоқтаған, сараң соған жалынды, баю жолын тапмаған. Әттең мекен жаймас, малым еркін жайылмас, егуге егін жер тапшы, бұған адам байымас. Қайғы қайтып кемиді, қоныс қайтсе кеңиді, ақылыңды айт, әулие, ақ батаңды бер игі. Сипап қойып сақалды, кітабын ол қопарды, алдыменен әулие, ақылына ақалды. Асықпады, саспады, алдындағы асталды, аллалап бір қойды да, ақыл сөзін бастады. Рас, бұл ит тұрмыста, кедей қолы тым қысқа, өрісіңе шықтағы, жүгіре бер шығысқа. Аллаң тілді алады, қадір бедел бар әлі, сонда аяғың тиген жер сенікі боп қалады. Сараң төмен бүгіліп, әулиеге жүгініп, өрісіне шықты да, кете барды жүгіріп. Жүгіріп ол барады, жалтақ-жалтақ қарады, жердің нағыз шетіне, дейді жетсем жарады. Арам терін төктенді, жер шетіне жетпеді, өріс шеті арттағы, ғайып болып кетпеді. Кезді тау-та саралап, қол аяғын жаралап, келе жатыр өрмеңдеп, қайда кеткен қанағат. Алды-артына қарады, ашылып тым араны, сүйретіп күрсілдесін, сараң кетіп барады. Өкпесі өшіп бірақта, өліп кетті жырақта. Сараң қолын сонда да алға созып құлапты.